Алла тағала сіз болып, біз болып, осы қазақ жерінде кешегі Шахи Ахметтер дін таратып кеткені сияқты, үміт етем, сіздердің де әулеттеріңізден, сіздердің де белдеріңізден, біздер де сіздермен қоса осы қазақ жерінде 60-70 жыл өмір сүрсек те, бір адамға болсын намазына келуге, бір адамға болсын жамандығын тастауға, кешегі Шахи Ахметтердің арманын орындап кетуге бізде бір мархамет, құрметті Алла тағаланың тауфиғын алып қаламыз ба деген бір ниет, иншалла. Сондайға жетуімізді нәсіп етсін. Ел ағалары аман болсын, ел жұртымыз тыныш болсын, дініміз асқақтай берсін. Мына діннің мерейін көтеретін шынымен Шахи Ахметтер, шынымен Шайхан Қарилар, шынымен Абдуғаппарлар көптеп шығуын Алла тағала нәсіп етсін. Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос. Қазақ көтеріліп бар жатса не істе? Көтер жүр ол. Қайтесің сен өзің қазағыңды төмендеткеннен саған не ризашылық бар, не ғанимет бар, не ризалық бар, не ләззат бар. Басқа ұлт емес, өзіңнің қазағың көтерілсе, шаттанбайсың ба, қуанбайсың ба? Кеше абайлар дүниеге келген кезде, абайды тобықтылар таспен басынан жарып ұрған кезде, абай атамыз жылап отырып айтқан екен: арғын найман таңырқаған сөзіме қайран сөзім қор болды ғой, мына тобықтының езіне деген екен да. Менің сөзімді дейді арған мен найман аузыма қарап отырып тыңдаған дейді. Бірақ мына өзімнің ет жақыным тобықтым басымнан жарып, таспен жарып тепкілеп тастады ғой мені дейді да. Абай атамыз жылап кеткен ғой. Енді сол Абай атаның өлеңдерін оқып, мұрасын тоқып, шынымен Абай жақсы көрген, Абай қалаған қазаққа айналатын кез қазір кеп тұр ағайындар. Мен өз басым Шәкәрім мен Абайды көп дәріптеп жүрмін, тыңдап жүрген болсаңыздар. Абай мен Шәкәрімді дәріптейтін дәл қазір кезең. Осы кезде Абай мен Шәкәрімді оқысаңыздар, мен сіздерге айтайын. Мына осы өмірді, аз ғана өмірді, сондай баянды өмір сүріп кетесіздер. Шын айтамын. Мүмкін даже Абай мен Шәкәрімнің өмір баянын, өлеңдерін, бүкіл тарихын оқып шығу сіздің өміріңізде жетпей қалады да шығар деп ойлаймын негізі. Сондықтан да қазірден уақыт жоғалтпайық, қазірден бастайық. Көп сөйлеп кетсем айып етпеңіздер. Алла тағала разы болсын. Кішкентай болсақ та, жас болсақ та, осы жерге шығарып, құрмет көрсетіп жатқандарыңызға сіздерге Алла разы болсын. Алла разы болсын.